Желіде мәжіліс депутаты Самат Нұртаза төңірегінде үлкен дау туындады. Әлеуметтік желілерде тараған бір жазба қоғам ішінде қызу пікірталасқа себеп болды. Скриншотта депутаттың атынан қазақ тілі кедейлердің, тачка итерушілер мен официанттардың тілі деген мазмұндағы ауыр сөздер жазылғаны көрсетілген. Ол жазба көпшіліктің ашуын туғызды. Себебі мәселе жай ғана бір адамның пікірі емес, бұл елдің парламентінде отырған, халық сенімін арқалаған азаматтың сөзі делінген. Ал ондай қызметтегі адамнан қоғам әрқашан салмақты, байыпты ұстаным күтеді. Әлеуметтік желілерде түрлі пікірлер қарша жауда. Кейбір қолданушылар егер депутаттың өзі ана тілімізді осылай кемсітсе, қарапайым халықтан не күтеміз деп жазды. Басқалары бас прокуратураға арыз бердік дегенін айтып, ресми органдардан жауап күтетіндерін жеткізді. Тағы бір топ егер бұл әрекет үшін жауапкершілікке тартылмаса, бұл қоғамға берілген теріс белгі деген пікір білдірді. Өз ана тілін құрметтемеген адам қалайша ел атынан сөйлейді деген сұрақта жиі қойылды. Кейбіреулері тіпті біздің салығымыздан жалақы алатын адам халықтың тілін менсінбесе, бұл бүкіл қоғамға құрметсіздік деген ой айтты. Жалпы бұл жағдай қоғамда тіл мәселесінің қаншалықты сезімтал тақырып екенін тағы бір мәрте көрсетті. Қазақ тілі жай ғана қатынас құралы емес, бұл ұлттың болмысы, тарихы, рухы. Сондықтан тілге қатысты кез келген сөз халықтың жүрегіне тікелей әсер етеді. Ал депутаттың өзі бұл жазбаның ескі екенін, 2019-2020 жылдары эмоцияға беріліп, сарказм ретінде жазылғанын айтқан. Оның сөзінше бұл пікір контекстен жұлып алынып, басқа мағынада таратылған. Күйініп, ашуланып, сарказммен жазған комментарий еді. Біреулер кесіп алып, басқаша айналдырып жіберген. Жыл сайын осы скрин қайта шығады деп түсініктеме берген. Сонымен қатар ол қазіргі уақытта заңгерлермен кеңесіп жатқанын, өзін қаралап жатыр деп санайтынын және құқықтық шаралар қолдану мәселесін қарастырып отырғанын мәлімдеді. Дегенмен қоғам үшін басты сұрақ ашық күйінде қалып отыр. Бұл шынымен сарказм ба, әлде шынайы көзқарас па? Қоғамдық тұлға эмоцияға беріліп, осындай пікір айтуға құқылы ма? Ал егер бұл сөздер бұрмаланған болса, оны кім және не үшін таратты? Бір нәрсе анық. Тіл мәселесі Қазақстан қоғамында әрдайым өткір. Әсіресе мемлекеттік қызметте отырған азаматтардың әр сөзі үлкен жауапкершілікпен өлшенеді. Себебі олардың сөзі жеке пікір ғана емес, қоғамға берілген сигнал. Бұл дау уақыт өте басылар, бірақ ол тағы бір шындықты еске салды. Халық ана тіліне қатысты мәселені ешқашан жеңіл қабылдамайды. Қазақ тілі туралы дау бүгін ғана басталған жоқ, бұл жылдар бойы қайталанып келе жатқан мәселе. Әр буын өз кезеңінде тіл үшін алаңдады, әр кезеңде қазақ тіліне қауіп төніп тұр деген сөз айтылды. Бірақ бір сұрақ әлі күнге дейін жауапсыз. Неге біз өз тілімізді қорғау туралы үнемі айтамыз, бірақ оны толық үстем тілге айналдыра алмай келеміз? Қазақ тілі конституцияда мемлекеттік тіл, бірақ шынайы өмірде ол әрқашан бірінші орында ма? Мемлекеттік мекемелерде, бизнес саласында, жарнамада, қала көшелерінде қай тіл басым? Бұл сұраққа әркім өз айналасына қарап жауап бере алады. Ең ауыр нәрсе тілге сырттан емес, іштен соққы келуі. Қазақтың өзі қазақ тілінен қысылатын жағдайлар бар. Кейбір ата-аналар баласына қазақша сөйлемеуді болашағы үшін дұрыс деп санайды. Кейбір жастар қоғамдық жерде қазақша сөйлеуге ұялады. Неге? Өз үйінде, өз жерінде, өз мемлекетінде тұрып, өз тілінен қысылу бұл қандай психология? Тіл кедейдің де, байдың да тілі емес. Тілдің әлеуметтік статусы болмайды. Тілді кедей, не бай ететін қоғамның өзі. Егер біз қазақ тілін тек ауылдың, қарапайым халықтың тілі деп қабылдайтын болсақ, онда мәселе тілде емес, біздің санамызда. Бүгінде қазақша сапалы контент көбейді. Қазақша бизнес, қазақша блог, қазақша подкаст, қазақша кино бәрі бар. Бірақ соның өзінде кей ортада қазақша сөйлеу әлі де төмен деңгей деп қабылданады. Бұл тарихи жарама, кеңестік кезеңнен қалған комплекс пе, әлде өзіміздің селқостығымыз ба? Тағы бір маңызды мәселе. Тіл мен патриотизмді шатастыру. Қазақша сөйлеу ұран тастау емес, бұл табиғи процесс болуы керек. Адам қазақша сөйлегені үшін өзін батыр сезінбеуі керек. Ол қалыпты нәрсе болуы тиіс. Мемлекеттік тілде сөйлеу ерлік емес, норма болуы керек. Бірақ бір шындық бар. Тіл ешқашан күшпен дамымайды. Тілді заңмен міндеттеуге болады, бірақ жүрекпен қабылдату қиын. Қазақ тілі дамуы үшін ол пайдалы, заманауи, бәсекеге қабілетті болуы керек. IT саласында, ғылымда, бизнес әлемінде қазақ тілі қолданылмайынша, ол тек тұрмыстық деңгейде қалып қояды. Сондықтан мәселе бір депутаттың сөзімен, бір скриншотпен бітпейді. Мәселе ұлттық санада. Егер біз өз тілімізді өзіміз бірінші орынға қоймасақ, оны ешкім келіп біз үшін құрметтемейді. Қазақ тіліне қауіп сырттан емес, немқұрайлықтан төнеді. Ана тілінде сөйлеуге ерінген қоғам біртіндеп өз болмысынан алыстайды. Ал тіл жоғалса, ұлт әлсірейді. Бұл эмоция емес, тарихтың заңы. Бүгінгі сұрақ қарапайым.
Біз қазақ тілін шынымен құрметтейміз бе? Әлде тек даулы жағдайларда ғана еске аламыз ба? Біз баламызбен қай тілде сөйлесеміз? Біз бизнесімізді қай тілде жүргіземіз? Тілге құрмет пост жазумен емес, күнделікті таңдаумен өлшенеді. Егер сізде қазақ тілін қолдаймын десеңіз, осы видеоға лайк басыңыз, пікірге өз ойыңызды жазыңыз және арнаға тіркеліңіз. Біз тіл, ұлт және қоғам туралы ашық сөйлеуді жалғастырамыз.